Бүгін Тұран университетінде цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы және жастар жылына арналған іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Бүгінде әлем 4-ші өнеркәсіптік революция дәуіріне технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде. Осы орайда жастар жылының аясында Тұран университеті де студенттерге қызмет көрсету орталығының ашылуымен үлес қосып жатыр. Это международный опыт, это опыт Казахстана. Наше руководство в рамках цифровизации Казахстана решило тоже на пример электронного правительства, чтобы во всех вузах Казахстана были бы такие центры по обслуживанию студентов. Поэтому мы изучали международный наш казахстанский опыт. И с октября месяца мы запустили такой пилотный проект «Центр обслуживания студентов». Бұл орталықта көрсетілетін қызмет түрі өте көп. Атап айтатын болсақ, студенттердің өтініші бойынша транскриптер беру, оқу орнына анықтама алу, пәндерге жазылу, әскери есепке тіркеу және тағы да басқалары. Тұран университетінің ресми сайтында студенттерге қызмет көрсету орталығы бар. Соған кірген кезде әрбір студент өзінің ID және құпия сөзі жеткілікті. Сол арқылы өзінің жеке кабинетіне кіріп, студент өзінің сұранымын қалдыра алады. Студенттер уақытының тиімділігін қамтамасыз ететін орталық дүйсенбі мен жұма аралығында таңғы 9-дан кешкі 18:00 аралығында үзіліссіз жұмыс атқарады. Ең қолайлысы студенттер барлық қызметтерге онлайн тапсырыс бере алады. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда бізде қалада көптеген поликлиника бар, мектептерде бар, уголки самообслуживания дейді, қазақша айтқанда өзіне қызмет көрсету бұрыштары ашылып жатыр. Оның бәрі осы халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру болу. Ендеше бір терезе қағидасы бойынша студенттерге сапалы және жылдам қызмет көрсету мақсатын арқалаған аталмыш орталықтың жұмысы жемісті әрі нәтижелі болғай дейміз. Бүгінгі бұл орталық құтты болсын, халықтың игілігі шығар бәрі. Дәл осы орталықтан ұша берсін, Тұранның түлеп ұшқан қырандары.